6 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде Достық дастарханы бағдарламасы және оның жүргізушісі Үміт Есенғали. Ал бүгін бізде қонақта Әзербайжан ұлттық мәдени орталығының төрайымы Эсмира Мамедова ханым. Эсмира ханым, қош келдіңіз бағдарламамызға. Қош көрдік, Үміт. Бүгін біз байқағандарыңыздай Әзербайжан ұлтының тағамын әзірлейтін боламыз. Эсмира ханым, өзіңіз айта отырыңыз, ол үшін бізге не керек? Толығырақ айта отырсаңыз. Бүгін біз Әзербайжан ұлтының ең дәмді де, сәнді де бір тағамын дайындаймыз. Ол долма деп аталады. Долма дегеніміз, ол жүзім жапырағынан жасалады. Жүзім жапырағы, иә. Ол жүзім жапырағын біз жаздың мамыр айынан сәуір айларында дайындаймыз. Жас кезінде, жас кішкентай болғанда, әлі қатаймай тұрғанда ол тез піседі, оның әр витаминдері соның ішінде. Мамыр айында? Мамыр, июнь айында да, мамыр мен сәуір айларында соны дайындауымыз керек. Ал оны сонда қалай сақтап қоясыздар? Оны біз бәрін өзіміздің есігіміздің алдында болған, содан уже дайын болған кезде, жас кезінде өзі түрі де осындай жап-жасыл болады. Соны қайшымен қырқып, шаңын сүртеміз. Оның екі түрі бар. Біреуіне рассолмен жабады, а так қазір баклажкаға или банкаға, пол-литровый банкаға, мен просто банканы алмадым да, ішінен дайындап келдім. Бұны бәрін битіп, өзінің размерімен, мынандай размерімен бәрімен сүртіп, ешқандай тұздамайсың да, неғымайсың да, сөйтіп жинап, жаңағы банкаға битіп, кіргізіп, былай неғысаң өзі түзеледі банкаға. Бәрін престейсің да, бүйтіп салып. Сөйтіп, крышкамен жауып қоясың. Енді бұны толтыру үшін ет керек қой. Бұл өзі қойдың етімен құйрық майымен істелу керек. Кейбір қалаларда, Әзербайжанда, Генджада, Нахчыван деген қалаларда өзінің дәмінің құпиясы сол, құйрық болып тұр, майда болып тұр. Өзі турап сөйтіп істейді. Ал біз Қазақстанда өмір сүргеннен кейін, Қазақстанда тұрғаннан кейін, біз сиырдың етімен қойдың етін қосамыз да, оған мясорубкадан тартып, сөйтіп дайындаймыз. Оған бізге не керек? 200 грамм қойдың еті, 200 грамм сиырдың еті, күрішті алдын ала жылы суға қойып қоямыз. Ол біраз пока не қыламыз, араластырамыз дегенше, біраз өзі піседі, демде піседі сол кезде. Сонан кейін өзіміздің огородта бәрі мінекей, мынау райхан, базилик дейді ғой. Өзім бақшамнан бәрін жаздың кезінде егем да, одан кейін күзге дейін кептірем есіктің алдында бәрін. Одан мынау жалпыз. Оның ішінде бұған обязательно укроп қосу керек. Мен укропты да кептіріп, бәрі кептірілген нәрсе болу керек. Кептірілген бәрі. Соны қарабұрышты да қосасын. Енді бұны қалай бастаймыз? Бастайық ендеше. Бастайық. Только жаңағы пияз, күріш, мынау жаңағы тағам нелерді қосамыз. Приправаларды. Қарабұрыш, райхан и жаңағы жалпыз укроп кептірілген. Пиязды қалай тураймыз? Көрсете отырыңыз. Оны кейбіреулері неден ет машинасынан шегіп тастайды да, ол дәмі келмейді, оны суы шығып кетеді. Оны бүйтіп, мінекей, бүйтіп майда-майда бүйтіп бірінші тураймыз. Давай, үйрен. Үйрен, келешектің келіні боласың ғой, үйрен, давай. Мінекей, бүйтіп турайсың. Одан кейін, көрдің ба? Одан бүйтіп қайттан, ортадан тағы турайсың. Майда, салонка дейді. Әзербайжан ұлтының өзінің турау ерекшелігі де бар. Біз қазақтар дәу турап. Пиязды ортасынан бөліп тұрсақ, сіздер жалпағынан емес. Сөйтіп бүйтіп майда қылып, шегілген еттің размерімен бірдей болу керек. Mən bir gözəl sevmişəm,
негізі Әзірбайжан ұлтының тағамдарының ішінен долмадан бөлек басқа тағамдарын естіген, бірақ долманың Әзірбайжан ұлтының тағамы екенін білмеппін. Бұл тағамның өз тарихы неден шыққан? Сіз қайдан үйрендіңіз бұны? Айта отырсаңыз. Бұл бізде Әзірбайжан ұлтында вообще тағамдар өте көп. Әзірбайжан кулинариясы ол шетелден де келіп көреді, бәрі көреді, қызығады да. Әрі дәмді өзі тағы бәрі өзі өз өсімдіктерден істейді да. Ондай нелер жоқ та, қосылатыны бар дейма не дейді сондайлар. Ешқандай химикаттар жоқ. Әзірбайжанның өзінің бөлек Әзірбайжан палауы бар. Плов. Палауы бар ма? Оны әр қала әртүрлі пісіреді. Біреуі тауықтың етінен пісіреді. Күрішті қайнатып дұршылаққа салады. Оны пиязды сармайға қуырады. Сондай әртүрлі Әзірбайжан палауының 5-6 несі бар десем, нермасын. Жалпы қазақтың ас мәзірмен салыстырған кезде, қазақтарда мысалға үлкен қонақтар келетін болса, бір қойдың етін, қойды сойып, етін асып салып жатады, немесе қуырдақ жасап жатады, бауырсақ деген сияқтылар бар. Сондай сіздерде үлкен адам келген кезде, алыстан қонақ келген кезде қандай тағамдар әзірлейсіздер? Біз енді былайынша айтсам, бізде Әзірбайжанда ол қой деген, прям базарларына барсаң, мен 3-4 жыл осыдан бұрын, 3 жыл даже барғанда, сол өзімнің әке-шешем сол жақта неғen ғой қайтыс болған, соларға Құран оқытырайын деп, сонда мен айттым, олар неғылады екен, индюктің еті. Қайда? Әзірбайжанда ма? Иә. Сондайлар мен пісіреді екен да тамақтарды. Мен айттым, менің мал базарына апарыңдаршы, мен сол жерден көрейін. Сөйтіп жаңағы ағамның баласымен бардық, прям қойларды бүйтіп сойып қойған, өзің таңдайсың. Сойылғандар, иә? Сойылған жас мал меранос қойлар бәрі. Сол қойдың етінен әдемлеп тұрып өзім қазақша палау пісірдім. Одан осы жерден қазы алып барғам. Сөйтіп қазыларды апарып қайнаттым да, 5 бармақты әдемлеп тұрып, 2 блюда жаңағы тағамды пісіріп, бір 30-40 адам туысқандар жинап Құран оқып тұрмын. Сонда мен олар айтты, біз де уже үйреніп қалдық. Тауық етін онша неғылаймыз, қойдың еті, и сиырдың еті. Мінеке біздің неміз дайын болды. Енді бұған біздің райхан бұл. Үйтіп сереміз мұны, райханын. Майдалап үгітеміз, иә? Үгітеміз да. Бұның иісі қандай, қарашы, қандай шығып тұр. Ескеші. Көрдің ба? Өте тамаша. Мұнамен тіпті шай ішуге де болады ғой? Міне, мұнамен де шай ішуге болады. Міне, мұнамен сәнде бар. Бұның ішінде еще жаңағы укроп кептірілген бар. Сәл қара бұрышта саламыз. Мына күрішті не қылдық? Енді бұның суын саламыз да. Біздің көрермендерімізге де қызық болып отырған болар. Сіздер Әзірбайжан ұлты біздің қазақ еліне қалай келдіңіздер? Жаңа өзім басында таныстырғанда айтып өттім, иә? Әзірбайжан ұлттық мәдени орталығының төрайымы деп. Бұл орталыққа қалай келдіңіз? Қанша уақыт болды жұмыс істеп жүргеніңізге? Сол туралы айтып берсеңіз енді. Айтамын қазір. Енді айтсам, бір жағынан біз қуғын сүргін көп көрген халықтардың, солардың нелеріміз біз. Әке-шешеміз, әке-бабамыз ол 38-ші жылдары Нахчыван қаласынан сүргін болып келген. Сталиннің кезінде бәрін сөйтіп. Сонда не десейші? Сонда бәр жоғы бір 10 қойлары бар екен. 1-2 сиырлары бар екен. Болды. Сол сен байсың. Болды деп, сол менің бабаларымды, жаңағы апамды, папамның мамасымен несінде. Сөйтіп папам ол кезде 7-ші класста мектепте оқиды екен. Сөйтіп мектептен келе жатқанда, мынандай шүберек сумкасы да бар екен. Сонымен келе жатқанда бәрін жинап алып кетіп жатыр екен да. Жаңағы папамды бір қарындасын пойызға салып жібереді. Жаңағы 2 ағасын Иранға қашып кетеді екен. Иранда да пойызға бәрін қуғын сүргін уақытында. Оны 91-ші жылдары таптық. Біз оларды. Бауырларыңыз? Иә, бауырлар. Мен жасты екен 55. Біздің жүзім жапырағымыз дайын. Бұны ыстық сумен не қылдық, мінекей. Бәр размерлері бір.
Бұны қалай енді не қыламыз? Мына ыстық суға салудың да керек жоқ. Бұны дайын уже да. Бәрі еш нәрсесі керек емес. Бәрі дайын бізде. Енді бұны қолымызға мынау сырт жағымен, мынау сыртта болу керек. Сөйтіп құрғақ жері сыртта болу керек. Ал қолыңа біреуін. Ал көрейік бісміллә деп. Бүйтіп ортасына қоясың, бүйтіп. Ал мынаның қай жері құрғақ, қай жері сырты? Көрсетесің. Міне мынау сырты. Сен бүйтіп қоясың. Яғни жапырағының түйіні сыртта, былай қарау. Мынаған кішкентай саласың, көрдің бе? Иә, мінекей. Мұны ортаға қоясың да, сөйтіп, міне қара, бүйтіп, мына жағын бүйтіп орайсың, мынаны әкеліп бүйтіп орайсың да, сөйтіп, бүйтіп, бөлесің. Қазір мұны қазанға келеміз. Мынау сырты. Қазір енді мен үйреніп алайын. Давай, үйрен. Көп емес па? Жоқ, оны үлкеніне саламыз. Мынандай кішкентай салып оған. Кішкентай, Енді келетін мантыны біраз оңайлау. Бұл жүзімнің өзінің размеріндей кішкентай болу керек екен. Сол үшін жүзім жапырағы дейді бұны. Бұны әр қалада, Азербайжанда, біз әлі үлкен істедік бұны. Кішкентай жапырағы, жас кезінен жинайды екен. Сенікі, бұл, білесің, бұл настоящий азербайжанский долма болды. Долманың кейбіреу, мұны өстіп бүккен, бұндай болады. А мен салма болды менікі. Бұның түрі де болады. Салма деген толтырасын фаршты, жаңағы жүзімнің жапырағының ішіне толтырып, долдырасын, долма дейді оны. Толды дейді, толтырасын. Мынау азербайжанша долма болды, үлкен істеу керек еді. Мынау салма болды. Түріктер бүйтіп не қылады, бүйтіп бүреді, не қылады, салма қылады оны. Олардың да аттары бар. Давай. Өте қызық екен негізі бұл қарап тұрсақ. Жаңағы айтайын да, папамның айтқан сөздері есіме түсіп кетті да. Кішкентай кезімізден бәрімізге, біз Қазақстанға келдік, көрдің ба, Азербайжанда сүргін қылып тастады бізді. Керек болмадық, мінекей осы жерде кеп, біздің мәңгілік өміріміз осы жерде өтеді. Деп сөйтіп, әкем мұғалім болып, қазақ тарихынан сабақ береді. Қазақ тілінде. Тарих. Қазақ тілінде. Еңбегі сіңген мұғалім болды Қазақстанға 76 жылдары. Мен сол папамның жолымен келетін ғой. Құдайға шүкір жаман болған жоқпыз Қазақстанда. Қазақстанның қалаулы да, елеулі де халқына қызмет жасап депутат болдым. Депутат болдыңыз ба? 12-ші жылы. Міне менде енді әдемі шығып жатыр. Көрді, үйренесің қазір. Қандай әдемі үйренуге болады екен. Сөйтіп, сондай, одан 95 жылдан бері, осы ассамблея құрылғаннан бері, Азербайжан ұлттық орталығының төрайымымын. Енді бұл қазанға біз бұның астына тарелка қоямыз да, айналасына түземіз. Өзінің буында піскенде күймеу үшін, неғымау үшін, өз бұқтырылады ғой бүйтіп. Өз соғында пісу үшін, шеттен бүйтіп түземіз. Бұлай. Үлкендердің астына қоямыз. Қоя бер, бәрі бірдей піседі. Бірдей піседі қазір. Жүзім жапырақтарында езіліп кету деген сияқты жоқ, қиыншылықтар болмайды ма? Жоқ, болмайды. Ол енді су құямыз, бұған жауып қоямыз, бұның үстінде бүйтіп жабылып тұру керек. Бумен піседі да. Бір су керек. Салқын су ғой, Салқын су, Ал неше грамм болған жарты стакан жетеді ғой, Енді немізге қарай, су үстіне шығып тұру керек, тарелканың үстіне. Тарелканың үстіне шығып тұру керек. Ben bir güzel sevmişem. Ал мінекей долманы қазанға салып, суын құйып, отқа қойдық. Ал ендігі кезекте не істеу керек? Біздің долмамыз 30-35 минутте піседі. Жаңа көрдің бе өзің? Бірінші қайнаттық та, қайтадан жай қойып қойдық. Енді оған дейін біз долманы столға келгенде оның қасында не болу керек? Не болу керек? Айран, чесногымен айран болу керек. Мінекей айранымыз, үйдің айраны бұл. Бұған бірақ чеснок қосамыз, майда-майда қылып тураймыз. Ондандай чеснокка давкамен езбейміз да, кәдімгідей. Жоқ. Турағанға. Сөйтіп, турап, соған қосамыз да. Долмамыз уже қайнап дайын болайын деп жатыр.
Ал енді жарайды, енді долмамыз піскенше енді әңгімеге кезек берейік. Жаңағы өзіңіз айтып жатсыз, Әзербайжан ұлттық мәдени орталығының төрайымымын деп, осы уақытқа дейін үлкен қызметтерде де атқарған екенсіз. Ал бұл жақта жұмыс істеген қалай екен? Қандай әсердесіз? Қандай қызметтер атқарып жатсыз? Қандай жұмыстар жүріп жатыр? Сондай әсерлеріңізбен бөліссеңіз. Өте орынды сұрағың сенің. Өте осы ұнайды. Мен өзім өз Қазақстан елінің патриот қызы деп санаймын өзімді. Өзім неғанда 4 ұлттық орталығы бар. Бірінші мен жүгіріп жүрем әйтеуір. Ынтымақ күні 1 мамырда, Наурызда сразу өзіміздің жаңағы бізде Наурыз өте қатты дайындалады, 1 ай дайындалады оған. Соған не қылады да, біз айтамыз, біз Қазақстанның Наурызын өткіземіз. Сөйтіп, жаңағы стол жасаймыз, өзіміздің тағамдарды бәрін не қылып, бір салт дәстүрімізді көрсетеміз обязательно. Қандай салт дәстүр? Мысалы, қыз ұзатуды көрсетеміз. Одан бір жылдары қыз ұзатуды көрсеттік. Одан жаңағы хына гежасы деген болады. Қыз ұзатайын дегенде хынасын қолына жағады, хына гежасы деп. Соны қыламыз. Ал ол салт дәстүр не үшінге керек болса, хына тойға өмірімде бар көрмедім. Бұл қазір қызық жерлерін айтып берсеңіз. ол өте қызық. Жаңағы қызға қызыл киіндіреді, шарфын тағады, сөйтекті столға отырғызады да, бәр үйленбеген қыздар әдемі гүлден істелінген свечені қояды, сол жағып өлең айтып шығады, барған жері бақытты болсын деп тамада айтып тұрады да, қыздар бәрі. Сол кезде бала қыздың қолына мына соны атын жазады, Роза тұғын кеше қыздың Р деп жазды, анау Бамидали еді М деп жазады. Екеу жүректі салып қояды ортасына. Бәрі әкелген нәрселерін көрсетеді. Қыздарын көрсетеді, қызға алып келген. Соны көрсетеді. Сол бәр дәстүрлерді көрсетеміз, оған талай қазақ қыздарды да сәндеп мен отырғызып қойып, давайте көріңдер. Қазақ қыздарын алып барыңыз, оларға қызық болған болар. Оларды мен болайыншы, мен де көрейінші деп сөйтеді. Қандай қыздар. Жақта біздің долмамыз қайнап жатыр екен. Қайнап жатыр. Исі өте тамаша. Өмір сүріп келе жатқан талай ұлт өкілдері бар. Өзбек, шешен, қазақ, Әзербайжан. Бұл бәрі достық туын биік ұстаған, ынтымағы жарасқан Қазақстанда байтақ жерінде тұрған тұрағы. Мен сондықтан өте мақтан тұтамын Қазақстанда тұрғаныма. Өстім, өндім, мінекей патриот болдым. Қаншама аналардың, балдардың кіндік мамасы болдым. Біз де мақтанамыз, сіз сияқты біздің елімізде патриот азамат барына, жан ашитын осындай ассамблея мүшесі барына, төрайымы барына мақтан тұтамыз әрине. Ал енді мінекей сарымсақты турап болдық. Сарымсақты енді бұған саламыз да араластырамыз. Evimizde şenlik var, yığılıplar qonaqlar, açılıb süfrələr, düzülüb dolmalar, bugün bizə gəlin gəlir, çal çal çal, hər kəməni sən bir hava çal 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 çal, qoy oğlanı qız oynasın çal çal çal, qoy oğlanı qız oynasın çal çal çal. Тамаша. Өстіп, біздің долма дайын болады да. Бұны тойларда көбінесе дайындайды да. Сөйтіп, мынандай айранды үстіне бүйтіп не қылады. Лавашпен жейді бұны. Бұл өзі долма деген толтырып тұр ғой бәрін. Өзі сінімді тамақта. Соны бүйтіп алады да, жайлап. Долманы бүйтеді, біреуін сөйтіп. Қолмен, вилкамен де жемейді. Қолмен жейді? Қолмен жейді, бүйтеді да, мінекей, бүйтіп жейді. Тамаша, ал сіз енді өз қолыңызбен маған тағам берсеңіз қалай қарайсыз? Давай. Çal, çal, çal. Həmişə dolmalarda olasan, həmişə eviniz dolu olar. Xoşbəxt ol günəm. Baxtlı bol деп атырмын. Кәдімгідей бір Әзербайжан ұлтына саяхат жасап келгенде болдық. Эсмира ханым, өзіңізге үлкен рахмет. Неке қымбатты телекөрермен